Құрметті оқырмандар, Абай атындағы Қарағанды облыстық балалар кітапханасы Ұлы жеңістің 75 жылдығына орай 2020 жылдың 15 сәуірінен 30 қарашасына дейін «Менің отбасымдағы жеңіс күні» атты виртуалды акциясын іске қосты. Виртуалды акцияны қорытындылай отырып, «Менің отбасымдағы жеңіс күні» атты шығармашылық жұмыстардың электронды жинағын ұсынады. Аталмыш электронды шығармашылық жинақ қазақ және орыс тілдерінен құралған. Қазақ тіліндегі батырмасының басты беті кіріспе сөзден, сондай-ақ тұжырымдама және акцияға қатысушылар бөлімдерінен тұрады. Жеңіс күні – бұл біздің ата-бабаларымызға деген сағыныш естелігі. Олардың соғыс жылдарындағы ерліктер үшін мақтаныш және құрмет. Аталмыш акцияға қаламыздың және Нұр-Сұлтан, Жезқазған, Балқаш, Шахтинск қалаларының, Ұлытау, Шет аудандарының, Сарытерек, Ошағанды, Жәйрем, Киік ауылдарының оқырмандары қатысты. Нәтижесінде ОДБ Абай және оқырмандардың парақшаларында ОБК жеңіске 75 хэштегімен қазақ тілінде 16 пост, орыс тілінде ОДБ Победе 75 хэштегімен 20 пост жарияланды. Тұжырымдама бөлімінен сіздер «Менің отбасымдағы жеңіс күні» виртуалды акциясының жалпы ережесі, өткізу шарттары мен тәртібі туралы ақпарат ала аласыздар. Қатысушылар бөлімінде виртуалды акцияға қатысқан барлық қатысушылардың аты жөні, Instagram желісінде жарияланған өз отбасыларының тарихы мен бейне сурет үлгісінде ұсынылған. Әр жұмыс Instagram желісінің статистикасымен көрсетіліп, сәйкесінше қаралым санының өсу ретімен орналасқан. Қатысушының есіміне бассаңыз, шығармашылық жұмыстармен толығырақ танысуыңызға болады. Орыс тіліндегі батырмасынан да осындай ақпарат ала аласыздар. Орыс тілінде 20 пост, оның ішінде 18 қатысушы және 2 мақала бақ беттерінде жарияланды. Қорытындылай келе басты беттің жоғарғы жақта орналасқан мына батырмадан электронды шығармашылық жинақты құрастырушылары жөнінде мәлімет алуға болады. «Менің отбасымдағы жеңіс күні» виртуалды акциясына қатысып және электронды жинақтың жарыққа шығуына үлес қосқан қатысушыларға алғыс білдіреміз. Электронды шығармашылық жинақ көпшілік қауымға, кітапханашыларға, ұстаздар мен студенттерге арналған.